Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Жастарды қоғамдық өмірге тартуға бағытталған пікірсайыс қозғалысының дамыту жобасы бойынша мен Алгазиева Ләззат Өмірсерікқызы сіздерге шешендік сөз, шешендік өнер туралы құнды пікірлер айтатын боламын. Шешендік сөз қазақ елінің көнеден келе жатқан дәстүрлі тіл өнері. Шешендік сөз терең ойға, ұтқыр шешімге, тапқыр қисыннан құралады. Шешендік сөз қазақтың жанымен бітісіп, қанымен қайнасып тұратын ұғым. Шешендік сөз қазақтың тілдік қазынасы. Осы шешендік сөздер жинағын зерттеген ұлы ғалым Радлов 19 ғасырда зерттеген болатын. Ол қазақтар мүдірмей, кідірмей, ерекше екпінмен сөйлейді. Өз ойларын анық дәл жеткізеді. Тіпті олардың ауыз екі сөйлеген сөзі ұйқаспен, ырғақпен келіп отырады. Олардың сөйлеген сөзін тыңдаған кезде өлең айтып тұрғандай сезіледі деп таңғаласың деп жазған болатын. Яғни бұл жерде қазақ тілінің тазалығы, табиғилығын дұрыс аңғарып, қазақтардың сөзге тапқырлығы мен шешендігін өзіне ерекше әсер еткізіп айтқан болатын. Бұрынғы шешендерді өздеріңіз білесіздер, олар жез таңдай ділмар, орақ ауызды, өткір тілді, сөз уар, тілге жүйрік, сөз құдіретін түсінетін, сөз қазынасын тауып айтатын халықтың қалаған шебер адамдары болған. Ал қазіргі кезде би шешендердің сөзінің қазіргі таңда өзектілігі әлі күнге жоғалған жоқ, әлі күнге жоғары бағаланады. Мысалға ала келетін болсақ, қазіргі шешендер кімдер? Қазіргі шешендер елбасы, президент кеңесшілерінен алсақ болады. Алпауыт елдермен тереземізді тең, керегемізді кең ұстау, саяси дипломатияны сауатты жүргізу, дамыған елдер ішінде мықты көшбасшы болудың өзі осы шешендікті қажет етеді. Қазіргі шешендік өнер қалай қолданылады? Қазіргі шешендік өнер өте білімділікті, ізденуділікті, көп оқуды талап етеді. Мысалы, қазіргі шешендік өнер саяси сөздер мен саяси шолулар, дипломаттық сөздер, әскери патриоттық сөздер, жоғарғы оқу орында оқылатын лекциялар және ғылыми баяндамалар. Тіпті біз тойға барған кезде, мерейтойларға барған кезде айтылатын тілектер, бата тілектердің өздері шешендік сөз деп айтсақ артық кетпейміз. Кез келген адам шешен бола ала ма? Осы сұрақтың төңірегінде жауап бере кететін болсақ, біреулер айтады, шешендік Алланың берген сыйы, таланты, жаратылысынан болады дейді. Ал біреулер айтады, шешендік ол көп оқуды, тәрбиені, қажетті қасиеттерді дамыту арқылы қалыптасады дейді. Осы кезде көне Рим шешені, 1000 жыл бұрынғы әйгілі шешені Цицерий былай деген екен: ақын болып туады, шешен болып шығады дейді. Яғни бұл жерде ұлы шешен ақындыққа таланты болып туу керек екенін, көп ізденіп, көп сөйлеп, жаттығып, күш-қуат жұмсауда ғана, қажеттілікті пайдаланған кезде ғана шешен болатындығын айтады. Яғни бұл жерде екі жақты да қарастыруға болады. Яғни шешендік ол әрине Алланың берген таланты, және ол талантты ары қарай дамыту үшін адам көп ізденіп, көп оқып, көп сөйлеп, өзін-өзі жаттықтыру керек. Осы жағдайда қана адам шешен бола алады екен. Шешен өнер мен сөйлеу мәдениетінің ара жігін ажыратып қарайтын болсақ, шешендік қызыл тілге жүйріктікті, адамның табиғатынан бар таланттылықты талап етеді. Ал сөйлеу мәдениеті ол адамның жеке басына қарастырылатын дүние. Яғни адамның өзінің ортасына байланысты. Қазақта мақал бар ғой:
адамды ісіне қарама, сөзіне қарап таны дейді. Яғни оның сөйлеген сөзіне қарап отырып біз ол адамның қандай мәдениетті екенін аңғара аламыз. Мәдениетті сөйлеу кезінде не істеу керек? Мәдениетті сөйлеу кезінде әрине адам өзін бірінші іштей дайындалу керек. Көпшілік алдында сөйлеу үшін психологиялық тұрғыда үлкен дайындық керек. Өзін қобалжу, қорқу, үрей деген қорқыныштарды жеңу керек. Сонда ғана адам көпшілік алдында еркін сөйлей алады. Көпшілік алдында еркін сөйлеген кезде ең бірінші ол адамның жүріс тұрысы, киімі, сөйлеу мәнері, дауысы бәрі қарастырылады. Және сөйлеген кезде тілдің тазалығы, диалекті, жаргон сөздерді қоспай таза сөйлеу, сөздің қысқа әрі нұсқа болуы, және қимыл іс-әрекеттерге келетін болсақ, қолды жөнсіз қимылдатпау, жөнсіз былай серпілтпеу, осының бәрі мәдениеттілікті талап етеді. Әрине көпшілік алдына шыққан кезде кез келген адам шығып үрейсіз, қорқынышсыз барлық 5.000, 10.000 бар аудиторияны өзіме тыңдата аламын деу, ол артықшылық болатын шығар. Оның өзіне мықты үлкен дайындық керек, тілді жаттықтыру керек, сөз тазалығын үйрену керек, және әдеби тілде сөйлеу керек. Қазіргі кезде қоғамда белгілі жайт, сөздік қорлары аз адамдар бар, тіпті өз ойларын еркін жеткізе алмайтын, жай ғана мысалы тілек те айта алмайтын адамдар бар. Бұларға қандай дайындық керек? Адам өзінің ойын жүйелеу керек. Біріншіден ойын жүйелі жеткізу керек. Айтар сөзіңді ой елегінен өткізу керек. Адамның көңіліне тимейтіндей, мәдениетті, адамға әсер, адамға жылулық беретіндей сөйлеу керек. Адамда сөздік қор неліктен аз болады? Сөздік қор аз болады себебі біз көркем әдеби кітапты көп оқымағандықтан. Адам көркем әдебиетті көп оқыған болса, газет журналдарды көп оқыған болса, қазақтың тұрақты тіркестерін, мақал мәтелдерін жақсы жатқа білетін адамның ешқашан сөздік қоры аз болмайды. Ол кез келген уақытта тығырықта сөз тауып шыға алады. Мақалмен айтатын болса да, қалжыңға сүйеніп айтатын болса да, сөздік қор ол әрине кітап көп оқу, тілді жаттықтыру, өзін қандай тойға бара жатсаңыз да, сахнада шығып сөйлейтін болсаңыз да, сіз өзіңіздің ойыңызды бірінші ақпаратқа түсіруіңіз керек, және айнаның алдында тұрып, өзіңіз сөйлеп үйренуіңіз керек. Ойыңызды кез келген атақты шешендердің өздері айтады, сөйлеген кезде өздерінің ойларын ақпаратқа түсіріп, жаттықтырған болатын. Осы шешендік өнердің бір қазақтың салт дәстүріне де аса ықпалы бар. Соның ішінде, мысалы, табуды айта кететін болсам, табуды екі жақта қарастырамыз. Бірінші жағы қорқыныш пен қасиет. Қорқыныш жағын айта кететін болсақ, ерте заманда қазақтар жыртқыш аңдардың немесе бір белгілі аурулардың атын тура атамаған. Себебі олардың атын атасақ, бізге жұғып кетеді, немесе мал жанымызға жыртқыш аңдар шабуыл жасайды деген болған. Мысалы, қасқырды алатын болсақ, қасқырды ешқашан қазақтар қасқыр деп көп айтқызбаған. Ит құс немесе ұлыма деп айтқан. Малымыз ит құстан аман болса екен деп тілейді, яғни қасқырдан аман болса екен деп тілемейді, ит құстан аман болса екен деп тілейді. Себебі бұл табу, бұл жердегі сөз қасқыр сөзін тура айтпайды. Және қазір бәрімізге белгілі әлемді мына індет жайлап жатыр, сол індеттің өзін қазір үлкен кісілер, ата әжелер, үлкен қариялар атын ататпайды. Себебі атын атай қалсақ үйде, оны атын атама, жамандық шақырасың, ауру шақырып жатырсың деген секілді тыйым айтылады.
Сол секілді бұрынғы замандағы жаңа шешек деген ауру болған. Сол шешек деген сөздің өзін қазақтар мүлде айтқызбаған болған. Өйткені оны айтатын болсақ, сол ауру өзімізге жұғады деген наным сенімде болған. Енді жаңағы екінші жағы қасиетті жағы дедік қой. Бұл қасиетті жағы бұл тәлім, тәрбиеге байланысты айтылады. Мысалы, шаңыраққа жас түскен келінді алып қарайтын болсақ, ол қайната, қайнаға, қайны іні, қайын сіңілдердің атын атамаған. Оларға ат қойған. Бұл жерде келіннің тапқырлығын, өнегерлігін, тәрбиелігін көрсетеді. Мысалы, бой жетіп отқан қыздарға еркем, кенжем, сұлуым, айым деген секілді аттар қойған. Ал қайнағаларына мырза жігіт деп қайныларын атаған. Мысалы, ұлы ақын Абай Құнанбаевты алып қарайық. Абай Құнанбаевтың 3 есімі бар. Азан шақырып қойған есімі Ибрахим. Ал әжесі еркелетіп Абай десе, оны жеңгелері Текті Қара деп атаған. Көрдіңіздер ме? Текті Қара дегеннің өзі Абайдың бүткіл болмысын ашып тұрған сөз. Яғни бұл жерде жеңгелерінің бір тапқырлығын, әдептілігін, мәдениеттілігін көреміз. Сондай ұлы ақынға сондай керемет Текті Қара деп теңеу беруінің өзінің астында үлкен астар жатыр. Жаңа біз табу сөздер арқылы қазақтардың да тағы бір тапқырлығын, шешендігін байқадық. Ат қою мәселесіне келгенде, жаңағы аттардың тура атын атамау, тыйым салу сөздер арқылы тағы да қазақтардың бір даналығын, шешендігін көрдік десек болады. Енді соның ішінде тағы қазақта мынандай тұрақты тіркес бар. Тұрақты тіркес аты айтып тұр. Тұрақты тіркес. Яғни бір немесе бірнеше сөз тіркесіп келіп, бір мағынаға ие болу, бір сұраққа жауап берген сөздерді біз тұрақты тіркестер дейміз. Тұрақты тіркестердің өзінің қолданылатын орны көп. Мысалы, жаңа жоғарғы кезде айтып кеттім, сөздік қор жетпеген кезде осы тұрақты тіркестерді көп оқып, көп білетін болсақ, кез келген тығырықтан шығуға болатын еді. Мысалы, тұрақты тіркестерді күнделікті өмірде көп қолдансақ, ол жаңағы отбасындағы бірлікті, тәрбиені, отбасындағы ынтымақтастықты жақсартады. Мысалы, қазақта бұрынғы кезде қазақтарда сағат болмады. Сағат болмаған кезде олар сағатты, уақытты тұрақты тіркестер арқылы ажыратып отырған. Мысалы, сүт пісірім уақыт дейді, шай қайнатым уақыт дейді, ет пісірім уақыт дейді. Міне көрдіңіздер ме? Осы уақыт арқылы олар өздерінің сағатты, уақытты біліп отырған. Мысалы, тұрақты тіркестер бар. Қыздың жиған жүгіндей деп айтамыз. Бір әдемі, керемет, жиналып тұрған, рет-ретімен тұрған дүниені көрсек, қыздың жиған жүгіндей дейміз. Көрдіңіздер ме? Қыздың өзін бір әдемілікке теңеп, жаңа қыздың істеген ісіндей деп, әрқашан қазақ қызды сыйлаған халық қой. Қызға төр көрсетіп, жаңа төр ұсынып, қызды жылатпаған, қызын сыйлаған халық, ол әдемілікті де сол тұрақты тіркесті қызды алып отыр. Қыздың жиған жүгіндей деп. Мысалы, сол секілді тағы бетінен оты шықты деген тұрақты тіркес бар. Яғни бетінен оты шықты деген тұрақты тіркесте елестететін болсақ, беті қызарып, ұялып кеткен адамды айтамыз. От секілді беті қызарып кетеді. Қызарып отыр. Яғни ол жаңағы ұялып отыр деген мағынаны білдіреді. Және беті бүлк етпеді деген тұрақты тіркес бар. Беті бүлк етпеу, бұл адам ешқандай эмоциясы жоқ, ұялу да жоқ, бетірейіп отыр деген мағынаны білдіреді. Яғни өзінің істеген қателігіне, өзінің істеген жаңағы кемшіліктеріне ешқандай эмоциясыз ұялмай отыр деген мағынаны білдіреді. Құрметті көрермендер, осы шешендік өнерді айтып жатырмыз. Шешендік өнер ол қазақтың жанымен бітісіп, қанымен қайнаған деп. Жаңа кез келген адам шешен бола алама дегеннің өзінде екі пікірді ұсындық. Біреуі оны жаңағы Алланың берген таланты, туа біткен дарын десе, екіншіміз оны жаңа көп оқу, білім, тәрбие, ізденіс, тіл жаттықтырудан келеді деп.
айтады. Мысалы сол секілді жаңа Цицераның ғалымның айтқаны бар, ол шешендік өнерді екі жақтан да қарайды. Шешен болу үшін оған әрине талант керек. Ол талантты ары қарай дамыту үшін ізденіс, оқу, білім, қажырлы еңбек, тілді жаттықтыру керек екен. Қазір шешендік өнер қазіргі таңда жиі қолданылады. Мысалы, айта кететін болсақ, айтыс өнері. Айтыс өнері күннен күнге саны, айтыскерлердің саны көбеймесе азайып жатқан жоқ. Жастардың көбі қазір айтыскер ақын. Айтыстың өзі бір шешендік, суырып салма ақындық, тапқырлық, ойдың жүйріктілігі, жаңағы ұйқасты білуі, көп мағынаны аз сөзге сыйдыру, міне осының бәрі айтыс өнерінде көп кездеседі. Себебі айтыскер ақындардың көп ізденуі, шешендік өнерлерді, жаңа тұрақты тіркес, қазақтың халық ауыз әдебиетінің саласы, жаңа мақал мәтелдерді көп оқып, көп жаттану. Яғни айтыскер ақындар ол қанша талантты, дарынды болғанымен, қанша суырып салма ақын болғанымен, олардың өзі көп ізденісті, өздерінің ойларын ақ параққа түсіріп, әбден жаттығып, өзін аламан бәйгеге дайынмын деген ғана айтыскер, яғни халық ауыз әдебиетті оқып зерттеген ақын ғана, зерттеген айтыскер ғана, шешендік өнерді мықты білетін ақын ғана аламан бәйгеден орын ала алады. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айта кететін болсам, қазіргі жастардың сөйлеу мәдениеті, сөз тазалығына көптеген сын пікірлер айтып жатады. Яғни жастар екі тілде сөйлеп, сөздің тазалығын, яғни сөйлеу мәдениетін бұзып жатады. Яғни тіл тазалығын сақтау үшін белгілі бір тілде ғана, әдеби тілде ғана сөйлеу керек. Енді болашақта қазіргі жастар өте білімді, ізденімпаз, еңбекқор екенін бәріміз білеміз. Бұл жастардың қолынан келеді. Жастар өзінің тілін сүю арқылы, өзінің ана тілін, қазақ тілін дәріптеу арқылы қазақ елін әлемге таныта алады. Тіл болған жерде мемлекет болады, мемлекет болған жерде жастар болады, ел болады, халық болады. Бізді осы әлемге танытқан, бізді дамыған елу мемлекеттің қатарынан қосып, алпауыт елдермен тереземізді тең, керегемізді кең ұстауымыздың себебі осы қасиетті, құдіретті тілдің арқасы десем болады. Құрметті жастар, қазақ тілін дәріптейік. Шешендік өнер, қазақтың шешендік өнері ешқашан өлмейді. Ол ұрпақтан ұрпаққа мәңгі жалғаса беретін біздің асыл қазынамыз. Осы қазынамызды мықты берік ұстау ол жастардың қолында. Яғни тіл тазалығын, ой тазалығын, сөйлеу мәдениетін жақсарту үшін көп оқу, қажырлы еңбек, ізденіс, тілді жаттықтыру, ойды еркін сөйлеу, ойды жүйелеу, ойымызды нақты дәлелмен, пікірмен айта білу, осы болашақ жастардың қолында. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.